TNT сатам. Кім бар онда? Менде жарылатын TNT-лер бар шынымен. Ношымен TNT ма? Неше теңгемен сатып алайын? Мен саған айтайын ал. Бір TNT бұл жерде бір TNT 100 теңге. Ал 3 TNT 300 теңге. 3 теңгесін аласың ба? Онда не қатысы? Бір TNT 100 теңге, 3 TNT 300 теңге болса. Дұрыс қой? 100-ді 3-ке бөлсең 300. Екеуінің не айырмашылығы бар? Сенің үшін қолда 4 TNT тұр. Не? Бізде деген акция болып жатыр. Яғни 300 теңгеге 3 TNT алсаң, саған 4-шісін тегінге беремін. Қалай? 400 теңге емес, 3 теңге құртасың бұл затқа. Аласың ба? Базар жоқ. Аламын онда, мә. Ақшаң майды? Мә. Ала ғой. Айтпақшы, дұрыстап санау ғой әкел. Мә. Рахмет тұрса. Акция неге болай істеп жатыр екен? Мен 100 теңге экономдап алдым. Бір TNT тегін. Бұл жарылады, қауіпті дейді. Ақ беріп жатсыз. Жаңа жылда емес қой. Акция нешіне салады деп ойлайсың енді. Кейбір көп заттарды бірінші сатынан гөрі арзан қылып сату бұл адамды алдау. Ана TikTok'та видео болмай ма? Бір кола 500 теңге, 3 кола 130 теңге деген. 1300 теңге деген ғой. Әрбір ақшадан айырылып жатсыздар ғой. Көп бөлігін сатып, аз ақша алып жатсыздар ғой. Сендер де түсінбейсіңдер ғой енді. Жас баласыңдар. Негізі көп кола бір бөлек, бір кола өзі бөлек сатылады. Ал бөлек сатылған колалар көбісі тек бір үшіне алады. Ал ақшасын экономдаймын, өзінше ақылдылар көп кола алады да, сосын сол сатыла береді. Ол сатып алушылар өте көп, сондықтан да фабриканың шығынын бәрін асып болып тастайды. Сондықтан да акция сол үшін шығады. Ол ондай бір оңай көмектесейін адамдарға деген емес, ол қызықтырайын деген. Адамдар қызықты алады, бұрын телевизорда 4099 деген теңге алады ғой. 5000 салса да жарайды ғой неге. Бұны бизнес дейді, маркетинг. Рахмет етқаныңа. Енді түсіндім. Енді мына TNT-ларды мен де сатып бола ма? Өзің білесің, давай. Қаяққа? Кетіп қалған ол. Бәрібір. TNT бар, біреуге сатамыз, ақшасын қосып. Наға сияқты байып кетпейін бе? Сата бер осындайларды. Біреуге қаш. Ұстаңдар.